Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Баршаңызға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгінгі ауызашарға өте оңай, осындай өте дәмді болып шығатын ерекше лаваштан рулеттер жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен творогымызға 1 шай қасық ванилин және де қалауыңызша 2 немесе 3 ас қасық қант саламыз. Және де жұмыртқаның ақ уызын салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Егер де қаласаңыз, арасына осылайша изюмдар қосып жіберсеңіздер де болады, өте дәмді болып шығады. Барлығын жақсылап осылайша араластырып шығамыз. Ақ уызымыз барлық жеріне біркелкі етіп араласып шығуы қажет. Енді біз лавашымызды алып дайындайтын боламыз. Осылайша лавашты бөліктерге бөліп аламыз. Қыздар үлкенірек етіп істей берсеңіздер де әдемі болып шығады. Мен қазір кішкене кішірек етіп жасаймын. Осылайша лавашымызды бөліктерге бөліп аламыз. Екі шетін кішкене үшбұрышты жағын осылайынан алып тастасаңыздар болады. Оны ең соңынан приправа, тұз, бұрыш араластырып, чипсы етіп, жаңағы лаваштардың жанына қойып, босқа тастағанша солай пісіріп алсақ та болады. Осылайша лаваштың барлығын біркелкі етіп кесіп алдық. Жаңағы дайын тұрған творогымызды алып, арасына салып, рулет етіп орайтын боламыз. Қыздар, осы кезде творогты тек қана бір жеріне осылайша қоя салмай, ары қарай жайып және де жалпақ етіп жасасаңыздар да болады. Мен қазір кішірек етіп жасаймын көбісін. Сол себепті де қалауыңызша көбірек етіп салып және де лавашты үлкенірек кесіп, үлкен етіп жасасаңыздар да болады. Қыздар, өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Өте тез дайын болады. Бір жақ қыздар, менің видеоларым ұнап жатса, басқа да адамдарға көрінуіне себепші болып, және де каналымның дамуына үлесіңізді қосып, лайк басып, пікір қалдырып, тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Кішкентай балаларыңызға осы әдіспен жасап ұсынып көріңіздер. Творог жемейтін баланың өзі өте керемет жейтін болады. Осылайша барлығын бірдей етіп жасап алдық қыздар. Және де алдын ала қызып тұрған пеште міндетті түрде 200 градуста 15 минуттай пісіріп алатын боламыз. Осылайша дайын болған рулеттарымыздың үстіне жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз және де духовкамызға 15 минутқа жібереміз. Неке қыздар, біздің творогтан рулеттарымыз дайын болды. Өте керемет әрі өте ерекше, сырты қытырлап, дәмді болып тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Әсіресе балаларыңызға жасап беріңіздер, өте керемет болып шығады. Неке арасын кескен кезінде осылай болып тұрады, өте әдемі болып шығады. Ешқандай да көп уақытыңызды алмайды. Асыққан кезде немесе аяқ асты қонақ келгенде де тәттінің орнына осыны ұсынсаңыздар өте керемет болады, өте жылдам дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоларым ұнап жатса, әрі пайдалы болып жатса, менің каналыма өзіңіздің пікіріңізді қалдырып, лайк басып, тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Баршаңызға рахмет.